Өкінесіз, егер осы видеоны көрмесеңіз. Неліктен? Себебі бұл курс қазіргі нарықта 200 мың теңгеге сатылатын авторлық курс. Дәл осы іспеттес курстардың барлығын басқа да адамдар өздерінің әлеуметтік желілерінде, мысалы Инстаграмда 200 мың теңгеге, тіпті одан да көп ақшаға сатады. Ал мен осы курсты, өзімнің авторлық курсымды сізге теп-тегін ұсынамын. Дәл сіз үшін бұл курс тегін. Тек қана ол үшін арнаға тіркеліп қоңыраушаны басыңыз. Ол сізге біздің жаңа видеолардан, жаңа сабақтардан құр қалып қалмау үшін көмектеседі. Әрі лайк басып өтіңіз, себебі дәл бұл сабақ сізге толығымен ұнайтынына сенімдімін. Әрі осындай құнды ақпарат теп-тегін болғаны үшін де сізден сұралған нәрселерді жасауыңызды өтінеміз. Яғни осы видеоны сақтап, жақындарыңызға жіберіп, өз пікіріңізді жазып, ең бастысы лайк басып және де тіркеліп қойсаңыз. Осы нәрселерді жасасаңыз, біз өте қатты қуанар едік. Алдымен мен сіздерге өте маңызды нәрсені айтқым келіп тұр. Сабақты толық түсіну үшін міндетті түрде дауыспен тыңдаңыз. Және де бүгінгі біздің сабағымыз неге, қандай адамдарға арналған? Бұл жаңадан барлығын ағылшын тілін нөлден бастап енді ғана үйренгісі келетін жандарға арналады. Яғни әрбір тілді үйренген кезде жасалынатын нәрсеге біз әлбетте алфавитті жатқызамыз. Кез келген тілді үйрену үшін, кез келген жалпы нәрсені үйрену үшін бізге алфавит өте қажет. Біз бұл жерде ағылшын тілінің алфавитін көріп тұрмыз. Яғни бұл жерде 26 әріп бар. Біздің қазақ тілде 42 әріп емес, яғни ондай қатты ұзақ емес, бар жоғы 26 әріп. Әрі ағылшын тілі негізі басқа да шетел тілдермен салыстырғанда өте оңай тіл болып саналады. Сондықтан да дәл осы видеолар арқылы мен сіздердің толығымен ағылшын тілін жетік меңгеріп шығатындарыңызға толығымен сеніп айта аламын. Онда біз әріптерімізді үйренуді бастайық. Біз бірінші әрпімізге A әрпін жатқыза аламыз. A әрпі. Көп адамдар, мысалы, бұл әріпті А деп атайды. Негізі бұл А деп оқылмайды. Бұның оқылуын мен былай жаза аламын. A, яғни бұл жерде оны A деп атасақ та болады. Яғни, мысалға, ағылшын тілінде мынандай сөз бар да, name деген сөз бар. Және де біз бұны транскрипциясында name деп оқимыз. Және де мына E оқылмайды. A дегенмен оқылған кезде бізде A деп қана оқылады. Яғни A деп оқымаймыз. Apple деп емес, Apple. Apple өздеріңіз біліп жүретіндей телефонның, айфондардың басты шығару зауыты деп айтайық. Бұл жерде бұл адамның есімі дегенді білдіреді. Немесе ат деген сөзді білдіреді. Одан кейінгі әріпке тоқталайық. Біздің екінші әрпімізге ол жатады B әріпі. B әрпіне біз мен айтып тұрғандай В немесе Б деп оқып тұрған жоқпын. B, яғни біз B деп оқимыз. Мысалға, біз өздеріңіз білетіндей бинго деген сөз бар. Біз сол жерде бинго деген сөзде оның оқылуында bingo деп оқимыз. Яғни B деген. Одан кейінгі үшінші әрпіміз өздерің жаңа көргендей C әрпі. C әрпі біз бұл жерде қайтадан C деген жұрнақта қолданып отырмыз. Мысалға, fancy деген сөзді естулеріңіз бар. Fancy. Біз бұл жерде C әрпін қолданған кезде мына жерде fancy. Осы жерде C дегенді қолданып. Яғни кез келген нәрседе осы әріпті көрсеңіз C деп оқуға көбінесе тырысыңыз, бірақ та бұлардың кейде К деп те оқылатын түрлері бар. Мысалға, егер де мысық деген сөзді алатын болсақ, cat деген сөзді алатын болсақ, онда бұл бізде C cat болып оқылады. Яғни көбінесе ол сөздің бірінші әрпі болған кезде біз оны К деп оқимыз. Одан кейінгі үшінші әрпіміз бізде D. Неге? Қараңыздар, біз бұл жерде қайтадан D деп оқып тұрмыз. Осындай бір заңдылықты байқаған боларсыздар. Яғни біз барлық әріптерді И деп қосып жатырмыз. Өздеріңіз көріп тұрған әріпке И-ді көп жағдайда жалғап жіберсеңіз де болады. Мысалға, біз Dick деген сөзді білеміз бе? Dick
dig бұл деген копать, яғни қазу деген сөзді білдіреді. Біз бұл жерде де оның оқылуына келетін болса, қалай жазып тұр, солай оқылады. Dig. Одан кейінгі біздің әрпімізге е әрпі жатады. Е әрпінде біз оны көбінесе и деп оқимыз. Мысалға, қандай әріп келтірсем екен? Мысалға, бізде қыран деген сөз. Қыран деген сөз бар, біздің кәдімгі бүркітіміз. Біз бұны eagle деп оқимыз. Яғни барлық өте мүмкін түрсімі и әрі біздің жалпы қазақ тіліне ұқсастау ғой. Одан кейін бізде келетіні F деген әрпіміз бар. Бұл жерде F деген өздеріңіз естіп тұрғандай F деп және де өтініш. Бұның барлығын, бұл ақпараттың барлығын дәптеріңізге жазып алсаңыздар. Егер де дәл қазір дәптер қолданып отырсаңыз, онда сіз жарайсыз. Және де бізде мысалға F-word деген сөз бар. F-word сөзі, яғни біз белгілі бір нәрсе күш салуымыз деген сөз. Сол кезде біз effort деп қалай жазып тұр, шамамен солай оқимыз. Одан кейінгі әрпіміз. Одан кейінгі әріпте бізде G, A, B, C, D, E, F, G. G деп оқылады. Мысалы, және де география деген сөзді білесіз бе? Geography. Яғни бұл жерде G деп оқытырмыз, және де бұның кейде G деп оқылатын кездерде бар. Мысалы, Google дегенде біз G-дан басталады. Бірақ та біз оны G деп емес, G деп оқимыз. Яғни ол көп жағдайда G деп оқылады. Алдыңғы сабақтарда біз оны қай жерде қалай оқылатын барлығын бірге қарастыратын боламыз. Одан кейінгі біздегі әріп H, яғни оны H деп көбінесе кейде H, кейде H деп оқылады. Мысалы, H&M деген бренд білетін болуларыңыз керек. Сол кезде H&M. Яғни сіздерге атақты магазиннің атауы. Одан кейінгі бізде тағы да I деген әрпіміз бар. Біз бұны тек қана I деп оқимыз. Ал егер сөйлемдердің арасына келсе, оны I деп жалғап жібереміз. Немесе мысалға ice деген сөзді білесіздер ме? Ice дегенде біз бұны I-ды кәдімгідей I деп оқып тұрмыз. Енді кейде болады сөздер ортасына келіп тұрған кезде, мысалға қандай айтсам екен? Мысалға жаңағы dig деген сөз болды ғой. Сол кезде dig деген сөзден ортасында келіп тұр. Бірақ та біз оны I деп оқып тұрған жоқпыз. Оны біз dig деп оқып тұрмыз. Яғни бұл жерде көбінесе осылай екіге бөлініп келеді әріптердің барлығы. Бірақ та қорықпаңыздар, біздің курста егер де бізге тіркеліп алсаңыздар, сіздерге осындай тегін доступ болған кезде барлығын сіздерге үйрете аламыз. Бірақ та бұл курстар салынып кеткен соң, негізі ары қарай тегін доступта болуы екіталай, біз өшіріп тастаймыз. Және де одан кейін J деген әрпіміз бар. Бұл негізі жалпы аталуы, бірақ та ол барлық сөздерде J деп айталып отырмайды. Яғни жалпы әріптің аталуы бұл J. Мысалға, біз Джейк деген ағылшыншаның адамның аты бар. Джейк деген адам аты бар. Біз бұл жерде бұл жерде оқуында Ж болады. Содан кейін ары қарай Джейк болып саналып кетеді. Енді ары қарай бізде одан кейінгі әріп К деген әріп. К деген әріп, бұл жерде оны оқуы К деп айтсақ болады, немесе K. Мысалға, бұл оны Кейт деген тоже адамның аты бар. Ағылшында Кейт деген адам аты. Ағылшын. Бұл жерде де Кейт деген. Одан кейін біздегі L деген әріп бар. Және де L, өз айтып тұрғандай, L деп оқылады. Яғни біз бұл жерде
мысалы long деген сөз бар, ұзын деген, long, ұзын, long деген сөзде, яғни l, l көбінесе l болып оқылып кетеді. Ал мынау болса тек қана бұл әріптің атауы. Көріп тұрсыздар ғой, әріптің атауы. Одан кейін біздегі әріп, сіздерге көрдіңіздер, мен арнайы методиканы шығарып, сол парақ арқылы да айтып отырмын. М деген әріп біз М деп атаймыз, бірақ та кәдімгідей М деп оқып кетсе береміз. Мысалға, қандай сөз айтсақ екен, мам деген сөз бар. Кәдімгі мама деген сөз, бұл жерде мом транскрипциясы. Жалпы, егер де мен қазір почеркім түсініксіз болып жатса, онда кешірім сұраймын. Келесіде біз толығымен дайындалып үлгерген, келесіде қателіктер болмайтын болады. Одан кейінгі әріп бізде N деп аталады. Бұл жерде мысалы қандай сөз келтірсем болады? Мысалы end деген сөзді біле жүрсіздер, end деп айтып жатады. Соны көп кинолардан біз көре береміз. Бұл жерде яғни end көбінесе жаңағыдай n болып оқылады. Одан кейінгі біздегі әріпіміз o деп оқылады. O мысалы dog. Бұл жерде біз бірден оны o деп оқып кете береміз. Яғни бұл it деген сөз. It. Содан кейін P ол біздің қазақ тіліндегі R деген әрпімізге, Р-ымызға ұқсас қой, тура сол секілді, бірақ та біз оны ағылшын тілінде P деп оқимыз. Мысалы, pillow деген сөз бар. Pillow деген жастық деген сөз, бұл жерде P қалай жазылыр, көбінесе осылай P деп оқылады. Ол келесі әріпке қарай, одан кейін A тұрса P болады деген секілді, бірақ та негізі бастысы оқылған кезде P болып оқылады. Одан кейінгі біздегі әріп Q. Мысалға, біз бұны қандай әріптен кездестірсек болады? Мысалы, қазақ қараңыздар, ағылшын тілінде осындай қызық сөз бар. Осындай көп сөздер жазылған, бірақ та ол тек қана Q деп оқылады. Мына сөзде Q деп оқылады, өте қызық. Яғни сіз мына бірінші әріпті ғана оқисыз. Бұл яғни кезек деген сөз. Очередьте тұру дейміз ғой, бұл яғни кезек деген сөзді білдіреді. Одан кейінгі біздегі әріпіміз осындай кезде ұмытып қалып жатсаңыздар, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, мінекей, R деген әріпті осылай жазылады. R, яғни біз бұны осындай бір R, мынандай белгі, ол тілді бұрып деп айтсақ болады. R, естеріңізде сақтаңыздар деген ойда. Мысалы, car деген сөз бар, car. Бұл біздің қарапайым көлік, машина деген сөз. Бұл жерде car, яғни бұл жерде car деп айтқанымыз дұрыс емес, немесе car деп айтқанымыз дұрыс емес. Car. Бұл егер де сіз кәдімгідей таза американдық секілді тамаша деңгейлерге жеткіңіз келсе, дәл қазіргі сәттен бастап осы сөздердің барлығын дұрыс айтуды үйреніңіз, әріптердің барлығын дұрыс дыбысталуын шығаруды үйреніңіз. Себебі кейін дұрыс емес үйреніп алған соң, оны қайтадан дұрыстауға өте қиынға соғады өздеріңізге де. Содан кейін R әрпінен кейін S әрпі. Біз бұны осылай S деп атаймыз. Мысалы, blessing деген сөз бар. Blessing. Яғни бұны S естеріңізде сақтаңыздар. Blessing дегеніміз кәдімгі бата беруді айтып қалады. Біз көрдіңіздер ме? Сондай бір қазақша тілде қазақшаны қолданып айтып жатырмыз. Одан кейін бізде T деген әріп бар. Бұл бізде T деген әріп. Мысалға, қандай сөз? Toy деген сөз бар. Бұл бізде ойыншық деген сөз. Toy деген сөзде біз кәдімгі көбінесе T. Неге екі сөз айтып жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Бұл T дегенім жалпы осы әріпті көрген кезде аты қандай дегенде T әріпі деген. Ал T дегеніміз ол белгілі бір сөзді оқыған кезде оның жай ғана дыбысталуы. Одан кейінгі біздің әрпіміз уже соңына тақап қалдық. U әрпі, яғни біз бұл жерде U
осылай айтылады. Мысалы, university деген сөз ол университет дегенді білдіреді. Яғни ол жерде біз осындай ағылшынша акцентті қосып university бұл жерде юмен оқимыз. Әр кезде әрқалай оқылады, оның барлығын алдыңғы сабақтарда бірге үйренетін боламыз. Жалпы егер де дәл қазір осындай бір ағылшындардың акцент шықпай жатса, university деп бір дұрыс емес шығып жатса, оның барлығы ешқандай қате емес. Оның барлығы сіздер дәл қазір бастап кеттіңіздер, осы жылға дейін қаншама өмір сүрдіңіздер, сонша уақытта ешқандай ағылшын білмей, бір-ақ күнде өзгеріп кету мүмкін емес. Бірақ та егер де сіздер үнемі жаттыға беретін болсаңыздар, тұрақты түрде осы видеолардың барлығын көретін болсаңыздар, қолдарыңызда тұрған тегін курсты қолдана білсеңіздер, онда бірнеше айдың ішінде тіпті одан да тез уақытта акценттеріңізді өте тамаша етіп дұрыстай аласыздар. Ол расымен де сіздерге толығымен әсер ететін, жұмыс жасайтын әдіс. Жаңа бізде у әрпі болды, одан кейінгі ви әрпі. Ви. Яғни қараңыздар, бұл жердегі мына в деп тұрғанымыз үлкен әрпі, мынау кіші әрпі. Өздеріңіз түсініп тұрған шығарсыздар, иә оны. Мысалы, біз қандай вән деген сөз бар. Вән деген кішкене автобусқа ұқсайды. Яғни бұл жерде оқуында көбінесе в деп аталады. Көп курстарда тек қана оның атауын айтып кетеді, бірақ та мен сіздерге мысалмен қалай оқуын бірге қосып айтып жатырмын. Одан кейін W. Біз бұны қалай жасап алсақ? Double деген ағылшын тілінде екі еселенген деген сөзді білдіреді. Яғни мысалы бұлды удың екі несі деп айтса болады. У екі рет кездеседі десеңіздер, W бұл удың екі рет кездескені. Бұл көп жерлерде в деп немесе осылай, window бұл көбінесе терезе деген сөзде window бұл жерде у деп оқылып тұр. Мысалға БМ осындай BMW деген машинаны білетін шығарсыздар. Яғни бұл жерде в деп оқылып тұр. Өздеріңіз бірден көргенде көрініп тұрады көзге. Window деп оқысаңыздар да қате емес. Соңғы әріптерге тақап қалдық. Біздің X деген әрпіміз бар. Бұл жерде мысалға X-ray деген сөз бар. X-ray дегеніміз бұл рентген деген сөз бар. Кәдімгі рентгенге түсеміз ғой, сол кезде бұл негізі жалпы көбінесе X деп оқыла береді. Ал одан кейінгі біздің ең соңғының алдындағы сөзіміз ол Y әрпі, немесе ол былай да жазылады. Y әрпі. Y әрпі бұл жерде яғни көбінесе оқуына келетін болсақ, мұнда сөйтіп жаза берейін, мен оқылуында мысалы lullaby деген сөз бар. Бұл жерде I деп оқытырмыз, соңында I. Бұл жерде I деп оқытырмыз. Ал кейде I деп те оқылады. Мысалы қандай жағдай. Дәл қазір есіме түспей тұр, бірақ та сіздер өздеріңізде үнемі практика жасау барысында ондай сөздерді көп кездестіресіздер. Бірақ та ешқандай қорықпаңыздар, оның барлығы өте оңай. Ал одан кейін Z. Яғни бұл жерде мен Z деп оқылмайды ол негізі, бірақ та шамамен алғанда Z деп айта берсеңіздер болады. Мысалы, біз оған зебраны айтсақ болады. Зебра. Z. Яғни көбінесе Z деп оқылады. Жалпы мен сіздерге қазір осы әріптердің барлығының қалай дұрыс оқылу қажет екенін айтып өттім. Және де осы әріптердің барлығын өтініш үнемі қайталап Z, зебра, және де пицца деген секілді. Мысалға өздеріңіз қатты жақсы көретін пиццаны да бұл жерде біз пицца деп оқимыз. Негізі бұл жерде зебра көбінесе Z осы нұсқасы, бірақ та пицца дегенде осындай бір өзгешелік бар осы жерде, орысша айтқанда исключение, яғни пицца деп оқи ала бересіздер. Жалпы бұдан да өте көп нәрселерді айта аламыз, ал бірақ та бүгінге осындай тамаша сабақтар болды.
Ал егер де біздің тегін сабақтарымыздың жалғасқанын қаласаңыз, онда біздің НТС арнамызға тіркеліп өтіңіздер, және де біздің 100 мың оқырманға жеткізіп тастаңыздар, және де пікіріңізді жазып өтіңіз, басқалармен бөлісіңіз, себебі осындай тегін курстың бар екенін біліп, басқа ақшалай курстарға өздерінің ақшаларын құртпасын. Және де бүгінгі сабағына сау лайк басып өтіңіз. Біз бірге тамаша деңгейлерге жетеміз деген ойдамын. Және де сіздің осындай кері байланыстарыңыздан ғана біз керемет күшпен шабыт ала аламыз. Ал тақырыпты бекіту үшін описаниедегі сілтемедегі тапсырманы орындаңыз. Тек қана сіздің біліп, кейін ұмытып кеткеніңіз керек емес. Әрбір нәрсені өзіңіздің жауапкершілігіңізбен сезініп, оны дәптерге жазып тапсырмаларды орындаңыз. Және де сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Және де сізді мақтаған келіп тұр, себебі соңына дейін жеткеніңіз ол сіздің мықтылығыңыз. Және де армандарға сеніңіз, барлығы да мүмкін. Және де бір күні сіз де әлемді аралайтын боласыз. Онда сау болыңыз, келесі